Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге өте әдемі, дастарханның көркі, дәмі өте керемет, тюльпан секілді самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Ұнымызды алып, керек мөлшерде өлшеп, осылай електен өткізіп аламыз. Онан кейін тұзымызды себеміз. Кішкене ас қасықпенен ас содасын саламыз. Онан кейін сары майымызды қатып тұрған осылай теркадан өткіземіз. Онан кейін сары майымызбен ұнымызды қолымызбен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді майонез салып, қамырымызды илейміз. Осылайша қамырымыздың басын біріктіріп, жақсылап бастырып илейміз. Бастырып илеп пакетке салып, қамырымызды тұндырып қойып қоямыз. Енді ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Бізге етімізді турап алып, пиязымызды тураймыз, тұзымызды себеміз, картошкамызды саламыз, қызыл бұрыш, қара бұрышымызды себеміз. Сіздерге ұнайтын дәмдеуіштер сепсеңіздер болады, әркімнің өз қалауы. Осылайша бәрін араластырамыз біркелкі етіп. Мінекей фаршымыз дайын болды, енді кішкене қойып қоямыз. Енді қамырымызды алып, тағы да бір бастырып аламыз. 2 бөлшекке бөлеміз, ұзынша етіп аламыз. Енді өзіміз қажетті бөлшектерге бөлеміз, кішкене бөлшектерге. Әрқайсысын осылай дөңгелектеп алып, ыдысымызға саламыз. Реттеп салып шығамыз. Онан кейін пакетпен жауып, тағы да холодильникте 30-35 минут қамырымызды қойып қоямыз. Дайын болды, әрқайсысын енді жайып шығамыз, кішкене ұн сеуіп, осылай шетін кесіп, фаршымызды салып, осылай дөңгелетіп орап шығамыз. Түбін жақсылап жабыстырамыз. Тағы да орап, осылай түбін жабыстырамыз. Алдын ала пергамент қағазы төселген ыдысымызды дайындап қоямыз. Осылай жабыстырылған самсаларымызды реттеп қойып шығамыз. Тағы көрсетеміз осылай. Мінекей бір шетін қиясыздар, осылай салып, дөңгелетіп орап шығасыздар. Түбін жақсылап жабыстыру қажет, өйткені пияз бар, ет бар. Піскен кезде олардың соқтары шығады, ағып кетуі мүмкін. Осылайша бәрін біртіндеп, кішкене бөлшектерімізді жайып, фаршымызды салып, самсамыздың осылай формасын шығарамыз. Тюльпан секілді. Енді дайындап болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын, сүтті араластырып, бәріне жағып шығамыз. Осылай жағып шығып, онан кейін күнжутты себеміз. Сепсе де болады, сеппесе де болады. Әркімнің тағы да бұл өз қалауы.
Қызып тұрған духовкамызға дайын болған самсамызды алып салып 170 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне самсамыз қызарып әдемілеп пісіп шықты. Дәмі өте керемет, иісі бұрқыраған, сондай түрі әдемі тюльпан секілді дайын болды. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетемін ортасын. Неке ортасын кесіп көрдім, бәрі біркелкі болып піскен, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жаңа ас болсын.